Сәлем, Манчестер Сити жанкүйерлері. Аңыз доп атты арнамызға қош келдіңіздер. Тіркелуді ұмытпай, барлық жаңалықтарды тамашалаңыздар. Ал кеттік. Манчестер Сити қаңтар айында Родриго Гоэс пен Антуан Семеньоны қатар алып келуді жоспарлап отыр. Алдағы қаңтардағы трансфер терезесінде Манчестер Сити ең таңғаларлық келісімдердің бірін жүзеге асыруға дайын екені айтылуда. Хосеп Гвардиола бір уақытта Реал Мадрид жұлдызы Родриго Гоэсті және Премьер-лигада жарқырап келе жатқан Антуан Семеньоны қатарына қосуды қалайды. Бұл қос трансфер Ситидің шабуыл шебін жаңартып, маусымның шешуші кезеңінде Англияда да, Еуропада да үстемдігін сақтап қалуға ниетті екенін көрсетеді. Құрамын үнемі жаңартып отыратын Гвардиола қаңтар терезесін командаға жаңа энергия, жан-жақтылық және болжап болмайтын ойын стилін енгізуге сирек мүмкіндік деп санайды. Ағылшын Премьер-лигасы, Чемпиондар лигасы және кубоктардағы ауыр кестені ескерген Сити қысқа мерзімді емес, ұзақ мерзімді жоспарға сай келетін ойыншыларды қарастыруда. Родриго Гоэс, қалаған Галактикос жұлдызы, Родриго ақылымен, жылдамдығымен және техникалық шеберлігімен Еуропаның назарын ұзақтан бері аударған ойыншы. Реал Мадрид сапында ол Ла Лига мен Чемпиондар лигасының шешуші сәттерінде жарқырап үлгерді. Соған қарамастан, бразилиялық жұлдыз жаңа сынаққа қызығуы мүмкін деген сыбыс бар. Әсіресе төрешісі Гвардиола болса, Сити Родригоны өздерінің шабуыл философиясына мінсіз үйлесетін ойыншы деп санайды. Екі қанатта да ойнай алады. Орталық шабуылшы рөлін атқара алады. Тактикалық тұрғыда өте икемді. Оның прессинг, дәл жүгіру бағыттары, сабырмен аяқтау қасиеттері Ситидің жоғары қарқынды, басқа негізделген ойынына сай келеді. Егер Сити Родригомен келісімге келсе, бұл қарсыластарына күшті сигнал болмақ. Клуб әлі де өркөкірек, өршіл және алда болуға дайын. Антуан Семеньо Премьер-лигадағы қуат пен жанкештілік Родриго секілді жұлдызды трансфердің қасында. Сити Антуан Семеньоны да қатты бақылауда ұстап отыр. Ол Премьер-лигада күш, жылдамдық, тікелей шабуыл стилі арқылы өзін дәлелдеп келеді. Семеньоның ойыны Ситидегі шабуылшыларды тиімді толықтыра алатын басқа профиль береді. Ол допты жылдам алып жүреді. Қарсы қорғаушыларға үнемі қысым жасайды. Физикалық артықшылығын шебер пайдаланады. Терең қорғанатын қарсыластарға қарсы балама қару бола алады. Гвардиола оның жанкештілігі мен еңбекқорлығы Манчестер Сити секілді бәсекелі ортада жақсы ашыла түседі деп сенеді. Родриго мен Семеньоны бірдей қатар алу идеясы жайдан жай емес. Гвардиола бұл екі ойыншыны бір-бірін алмастыратын емес, бірін-бірі толықтыратын футболшылар ретінде қарастырады. Родриго жарқын ойын, креатив және жоғарғы деңгейдегі шешім қабылдау қабілетін әкелсе, Семеньо күш, қарқын және тактикалық жан-жақтылық сыйлай алады. Неге дәл қаңтар Ситиге стратегиялық тұрғыда өте маңызды кезең. Гвардиола жазды күткісі келмейді. Ол маусымның шешуші бөлігіне дейін құрамды күшейтіп үлгергісі келеді. Өйткені жарақаттар, шаршау, тығыз ойын кестесі, чемпиондық тағдырын анықтайтын факторлар. Осы сәтте сапаны арттыру, жеңіс пен сәтсіздік арасындағы айырмашылық болуы мүмкін. Қаржылық тұрғыда Сити мұндай қадамға дайын, алайда келіссөздер, әсіресе Реал Мадридпен өте қиын өтпек. Родриго клуб тарапынан жоғары бағаланады. Оны маусым ортасында алып кету үшін өте сенімді жоба. Үлкен қаржылай ұсыныс қажет болады. Семеньо трансфері біршама жеңіл болуы мүмкін, бірақ Премьер-лигадағы басқа клубтар да оны қалайды. Бұл жағдайды қиындата түседі. Манчестер Сити үлкен мақсатты жариялап отыр. Егер Сити қаңтарда Родриго Гоэс пен Антуан Семеньоны қатар-қатарына қоса алса, бұл соңғы жылдардағы ең батыл трансфер қадамдарының бірі болары сөзсіз. Бұл тек құрамды толықтыру емес, Гвардиоланың тоқтаусыз жетілуге деген ұмтылысының дәлелі. Жанкүйерлер үшін Родригоның әсем техникасы мен Семеньоның қуатының біріккенін көру шынымен де керемет әсер болмақ. Ал қарсыластар үшін бұл үлкен ескерту. Манчестер Сити тоқтамайды. Қаңтар терезесі жақындағанда бүкіл назар Этихад стадионына ауады. Бұл батыл қос трансфер шындыққа айнала ма, әлде тек терезенің ең қызықты әңгімесі болып қала ма? Достар, арнаға тіркеліп лайк басып комментарий жазып қойыңыздаршы.